Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ең дәмді болып шығатын дастарханның сәнін келтіретін омлетный куриный рулет жасаймыз. Ең алдымен бізге омлет дайындап алу керек. Ол үшін 3 жұмыртқа, 100 грамм сыр, 3 қасық майонез, 3 қасық манная крупа керек болады. Осының барлығын жақсылап араластырып алып, 10 минутқа қалдырамыз. Енді пергамент қағазын алып, үстін жақсылап майлап аламыз. Сосын омлетімізді құйып, осы пергаменттің үстіне жайып шығамыз. Омлетті пешке салып, 8-10 минутта пісіріп аламыз. Омлет дайын болды. Енді осы омлетті ыстық күйінде орап аламыз. Мұздап қалса, омлеттеріңіз рулет сияқты оралмай қалады. Сынып кетуі мүмкін. Енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. Тауықтың төс етін ет тартқышпен немесе блендермен езіп аласыздар. Жарты пиязымызды да қосып, блендермен өткізіп жібереміз. Енді жарты сәбізді алып, терканың майда жағымен өткізіп аламыз. Тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Осылай қызыл болгарскийді турап аламыз, рулеттің ішіне саламыз. Рулетті пісіру үшін осындай фольга қолданамыз. Жаңағы омлетті алып, ішіне салмамызды салып шығамыз. Болгарскийді осылай салып, рулетті жақсылап орап аламыз. Енді фольгамен орап шығамыз. Рулет күйіп кетпеу үшін сыртан тағы да фольгамен ораймыз. Осымен дайын. Енді 180 градус пешке салып, 30-35 минутта пісіріп аламыз. Рулет пісіп шықты.
Енді осылай фольгадан шешіп аламыз. Рулет суыған соң кесіп дастарханға қоя берсек болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Қазіргі хит болып жатқан рулеттердің бірі. Маған тіркеліп, лайк басып өтіңіздер.